Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сәрсенбінің сәтінде жобасының бүгінгі қонағы кәсіби скрипкашы Людмила ханым. Қайырлы күн, өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Әуелі көрермендерге өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті қарағандылықтар, тыңдаушылар, тіл жанашырлары. Менің атым Людмила. Мен кәсіби скрипкашымын. Қарағанды Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестігінде жұмыс істеймін. Тағы да менің екінші мамандығым ағылшын филология. Тамаша. Ал енді осы мемлекеттік тілді қалай, қашан үйреніп бастадыңыз, сол туралы айтып өтсеңіз әуелі. Әрине, әр адам мектептен бастап қазақ тілін үйренеді. Мектеп, сосын колледж, университет. Бірақ шынымды айтсам, методика жақсы емес. Сол мектептен кейін көптеген адамдар қазақ тілін білмейді. Мен өзім қазір Сарыарқа орталығында, тілдік орталығында қазақ тілін үйреніп жүрмін. Маған өте ұнайды. Оның методиканы өте оңай, түсінікті. Ең бастысы менің нәтижем бар. Қуаныштымыз. Жақсы, Людмила ханым. Ал енді қандай алда қойған жоспарларыңыз, арман мақсаттарыңыз бар? Қазақ тілі туралы айтсам, оны жақсы білгім келеді. Қазақша сөйлейтін адамдармен еркін, сенімді сөйлескім келеді. Менің отбасым туралы айтсам, қызымның колледжі жақсы бітіретінін қалаймын, ал күйеуімнің денсаулығы жақсы болғанын қалаймын. Бірақ бұл тек қана жоспарым емес. Бұл менің өмірім. Жақсы. Ал енді қандай хоббиіңіз бар, жалпы неге қызығасыз, сол туралы айтып өтсеңіз бізге. Сіз мен кәсіби музыкант болатынымды білесіз бе? Сол баяғыда көп жыл бұрын музыка хобби деңгейінде болды. Ал қазір ол менің мамандығыма айналды. Тағы да мен спортпен айналысқанды жақсы көремін. Жүзгенді, жүгіргенді, йогамен айналысқанды тағы да маған ұнайды. Ал 2019 жылы мен ағылшын филология бойынша диплом алдым. Ал осы жылға дейін ағылшын тілі тағы да хоббим болды. Тағы қазір қазақ тілін үйреніп жүрмін. Жақсы. Ал енді отбасыңыз, достарыңыз туралы сөйлесек, жалпы ол кісілер қазақша біле ме? Осы туралы бізге кеңірек айтып берсеңіз. Менің отбасым үлкен емес. Менің күйеуімнің аты Евгений. Ол тағы да Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестігінде жұмыс істейді. Ол звукооператор. Тағы ол барабанда ойнай алады. Онымен бірге біз өте әдемі музыканы ойнаймыз. Менің қызымның аты Симона. Биыл ол жоғары гуманитарлық колледжінің 3-ші курсын бітірді. Ал болашақта ол кәсіби суретші болады. Жақын досымның аты Альфия. Қазір ол Ресейдің Екатеринбург қаласында тұрады. Біз бала кезімізден достар боламыз. Осы күнге достар боламыз. Осы күнге дейін дос болып келе жатырсыз. Тамаша. Жақсы, жаңа айтып қалдыңыз ғой, Сарыарқа тілдік оқыту орталығына барам деген, ол жақтан қазақша мақал мәтелдер үйренген шығарсыз, бізге солармен бөліссеңіз. Әрине. Шамамен 3 апта бұрын біз тілдік лагерьге қатыстық. Сол
әрқайсымызға футболкам берді. Әр футболкамда түрлі мақалдар деп жазылған болды. Мысалы, менің футболкамда не ексең, соны орасың деп жазылған болды. Тағы маған өте ұнайды, отбасынан басталады. Айна емес, халық айна. Тағы халықтың күші бірлікте. Ағаш тамырымен, ал адам досымен мықты. Жақсы, ал енді мемлекеттік тілде қазақ тілін білудің қандай артықшылықтары болды өміріңізде? Өте қызық сұрақ. Қазақстанда тұрып, біз қазақша сөйлейтін адамдардың арасында тұрамыз. Сол мен үшін бұл күшті практика. Тағы да мемлекеттік тілін үйрену үшін қаламызда көптеген курстар бар. Мысалы, шырақ, сарыарқа. Қазақ тілін білсең, барлық есіктер сен үшін ашық болады. Сол, мысалы, мен ағылшын тілінің мұғалімі. Болашақта қазақ тілін жаттап, тек қазақша сөйлейтін балаларға ағылшын тілін бере аламын. Тамаша, дұрыс айтасыз. Осы өзге ұлтты достарыңыз бар ма? Әрине бар. Мысалы, менің күйеуім ол еврей. Жақын досым, Екатеринбургта тұратын досым, ол татар. Тағы жұмысында көптеген әріптестер, орыстар, татарлар, немістер, корей адамдар, көптеген ұлт өкілдері бар. Жақсы, ал енді бір өзіңіздің мысалы айналаңызда қаншама өзге ұлттың адамдар бар? Жалпы бір шаңырақ астында тұратын өзге ұлт өкілдерінің бірлігі қаншалықты маңызды? Ең бастысы бір-бірімізді сыйлауымыз керек. Тағы да түсіну болса, достықта өмір сүре аламыз. Елімізде достық болады. Жақсы, енді жаңа әңгіме барысында айтып қалдыңыз ғой, өзіңіз екі мамандықтың иесісіз. Жалпы бұл мамандықты сіз қалай таңдадыңыз? Бұл салаға келуге не себеп болды? Менің бірінші мамандығым бала кезімнен басталды. Бір күні үйде отырып, теледидардан классикалық музыка концертін көргенім есімде. Содан кейін мен анама, менің де скрипкада ойнағым келетін деп айттым. Сол осы күннен кейін музыкалық мектебі болды. Сосын 3 жыл бойы колледж болды. Сосын Астанадағы Шабыт университет. Шынымды айтсам, мен оқығанда музыкант боламын деп ешқашан ойлаған жоқпын. Ал ағылшын тілі туралы айтсам, шынымды айтсам, мен саяхаттағанды жақсы көремін. Сол мен ағылшын тілін үйренуге шештім. Тамаша. Енді осы саяхаттау демекші, жалпы қай елдерге барғанды жақсы көресіз? Қай елдерде болдыңыз, сол туралы айтып өтсеңіз? Мен көп жерлерде болдым. Мысалы, Ресейде, Өзбекстанда, Түркияда, Израильда, Грузия. Мысалы, өткен желтоқсанда мен Филиппинда жұмыс істедім. Бірақ Қазақстанда мен тағы да демалғанды жақсы көремін. Өткен аптада біз қызыммен
Алакөлге бардық. Менің ойымша, Алакөл өте күшті көл, және Қазақстандағы нағыз теңіз. Ауасы өте күшті, сол маған өте ұнады. Жақсы, ал енді бос уақытыңызда не істейсіз? Әрине, бос уақытым отбасыммен өткізуге тырысамын. Серуендегенді, кітаптар оқығанды, кейде теледидар көргенді жақсы көремін. Бірақ көп бос уақытым отбасыммен өткізуге тырысамын. Жақсы. Ханым, ал енді әңгімеміздің соңында көрермендерге өзіңіздің айтар тілегіңіз, лебізіңіз болса жеткізсеңіз болады. Қол жеткізген нәрсеңізде ешқашан тоқтамаңыз. Тек алға. Онда міндетті түрде бәрі қолыңыздан келеді. Көп рахмет, Людмила ханым, сізбен танысқанымызға, әңгімелескенімізге өте қуаныштымыз. Бізге уақыт бөліп сұхбаттасқаныңызға көп рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің шығарылымымыз осымен аяқталды. Келесі сәрсенбіде кездескенше. Құрметті көрермен, сұхбатымыздың соңында Людмила ханымнан бір композиция орындап беруін сұраймыз.